Мен жазбаймын өленді ермек үшін, жоқ барды ертегіні термек үшін. Көкірегі сезімді, тіл орамды, жазды мүлгі жастарға бермек үшін. Деп жырлаған ұлы ақын, қазақ жазба әдебиетінің негізін салушы, қазақтың бренді Абай Құнанбаев. Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысымен 10 тамыз Абай күні болып белгіленіп, мемлекеттік мерекелер күнтізбесіне енгізілді. Бұл күн бір тұтас қазақ баласын бірлікке шақыратын, адамгершілікке үндейтін, біріңді қазақ, бірің дос тұтатын қастерлі күн. Осыған орай Теміртау қалалық тарихи өлкетану музейі Абай шығармашылығын музейлік көзқараспен талдау атты философиялық ойлану экспозициясын ашық деп жариялайды. Бұл экспозицияда Хакім Абайдың шығармашылығын музейлік экспонаттармен ұштастырдық. Экспозицияның ортасында қазан, тамыры жайылған ағаштар шаңыраққа дейін көтерілген. Абайдың шығармашылығы дәл осы ағаш іспеттес. Бұтақтарын жайып, тамырын терең бойлаған киелі шаңырақтың шырақшысы қайнап тұрған қазандай деуге болады. Бұл ағаштарда Абайдың махаббат пен табиғат лирикасы, өнер мен ғылым, ақыл парасат, адамның бейнесі сомдалған өлеңдері, қара сөздері, аудармалары жазылған жапырақтар ілініп тұр. Ағаштың айналасында ақын шығармаларын музейлік көзқараспен ашатын жәдігерлер қойылған. Алланың өзі де рас, сөзі де рас. Рас сөз еш қашан жалған болмас. Көп кітап келді, оның төрті Алланы танытуға сөз айырмас. Деп жырлағандай, Абайдың Алланың өзі де рас, сөзі де рас. Алла деген сөз жеңіл атты өлеңдерін 20 ғасырдан сақталған Құран кәріммен және де ер адамдардың бас киімі топымен намазға арналған жайнамазбен ұштастырдық. Таң сонарда бүркітші шығады аңға, тастан түлкі табылар аңдығанға. Жақсы ат пен тату жолдас бір ғанибет, ыңғайлы ықшам киім аңшы адамға. Томағасын тартқанда бір қырымнан, қыран құс көзі көріп самғағанда. Төмен ұшсам түлкі өрлеп құтылар деп, қанды көз қайқан қағып ұшса аспанға. Деп ұлы ақын жырлаған осы өлеңдегі табиғат көріністері, аңшылықтың қызулы, қызғылықты сәттерін сипаттағанда Абай өзінің жаңаша қалыптанған ақындық мәдениетін танытады. 1882 жылы жарық көрген бұл өлеңінде көпшілік елдерде бұл замандарда қолданбайтын бүркіт аңшылығы суреттелген. Осыған байланысты музейдегі жыртқыш құс, көне ер тоқым, түлкінің терісі сынды жәдігерлер Қан сонарда өлеңінің мазмұнын ашады. Жарқ етпес қара көңілім не қылса да, аспанда ай менен күн шағылса да, дүниеде сірә сендей маған жар жоқ, саған жар менен артық табылса да. Алып ақын махаббатсыз дүние бос деп бекер айтпаса керек. Өзінің саналы ғұмырында махаббат тақырыбында кең жазып, айтып, әндерде шығарған. Абай сұлу қыз, адал жар, жігіттің сұлтаны, ғашық болу, сүйу, махаббаттың ләззаты, тауқыметі, әйел теңсіздігі, сағыныш пен күйініш, махаббаттың бар белгісі мен көрінісін жазып кеткен. Көзімнің қарасы, көңілімнің санасы, бітпейді ішінде ғашықтық жарасы деген өлең жолдары Абайдың ғашықтыққа деген оның көңілі қандай ынтық, қайта айналып келіп, көңілі ғашықтыққа алып кететін болса,
жазған әні мен өлеңі де адамды сондай тебірентіп алып кетеді. Көзімнің қарысы әніне жазылған нота, домбыра, қыздардың бас киімі, бөрік, ақынның махаббат лирикасымен ұштасады. Абай орыс әдебиетін 1882 жылдан бастап аударған. Ең бірінші аудармасы орыстың атақты ақыны Лермонтовтың «Бородино» атты патриотты өлеңінен үзінді. Ең соңғысы Лермонтовтың «Вадим» атты ұзақ әңгімесінің желісін, оқиғасын алып, өзінше қысқартып жазған поэма. Орыстың жазушы ақындарын аударуда Абай тек қазақ емес, барлық шығыс елінде елеулі орын алады. Бұл жерде орналасқан көне майшам және де қауырсын қалам, сонымен қатар сөздіктер ақынның аудармашы екенін айқындайды. Абай дала философы. Абай шығармашылығы әлемдік туындылар қатарында орын алған, халқымыздың баға жетпес мұрасы мен рухани азығы. Абай шығармаларындағы еңбексүйгіштік, адамгершілік, ізгілік пен парасатқа зейін қойып, тәрбие алу бүгінгі ұрпақтарының алдында тұрған міндеттерінің бірі.